Не үшін ажырасып керек емес. Ертең өкініп қаласыз. Қалай сақтасам болады отбасын дейді. Айтқаныма көнбей тұр. Кім көнбей тұр айтқаныңызға? Енеңіз көнбей жатыр ма? Жоқ, күйеуіңіз көнбей жатыр ма? Күйеуіңіз балаларын жақсы көретін болса, отбасын сақтап қалғысы келсе, отбасы маңызды болса, ол көну керек. Неге көнбейді? Сонда сіздің енеңізбен бірге тұрасыз, енеңізбен екеуіңіз күнде қырыласыздар ма? Мүмкін ол кісі шаршап кеткен шығар сіздердің ұрыс керісіңізден. Мүмкін сіздерге бөлек тұрып көру керек шығар. Негізі ерлі зайыптылар қатты ұрыса берген кезде 3 ай, 6 ай бөлек тұрып көру керек. Сол кезде отношения дұрысталады, өздері сезеді бір-бірін, не үшін олай болып жатыр, қателіктерін түсінеді, осознанияға келеді деген сияқты. Сондықтан қарлығаш ханым, сіздің ажырасқыңыз келмейді деп отырғаныңызға қарағанда, сізде іште кінәлау сезім бар сияқты ғой.